Mezgil isteği degenimiz ne? Mezgil isteği degenimiz ne? Mezgil isteği o mezgilde aytadi. Surağına geldik. Kaçan? Aha, kaçan. Kaçan surağına cevap berетін isteği mezgil isteği deyip. Жақсы. Келесі оқушы Нұрмұхамед келеді. Aha. Bugün ертең сөйлем айту. Бүгін ертең сөзіне сөйлем айту. Бүгін bizde қазақ тілден ашық сабақ Өте жақсы. Болып жатыр. Ертең бізде демалыс. Кішкене нұрмақ. Иә, ертең бізде демалыс. Жақсы. Алан аға, біз қайда жүрміз? Біз үстеу әлеміндеміз. Мұхаммед сол өлеңді оқиды. Елордамен менің Астана осында жаңа бастама. Сәулетті зәулім үйлер көп, көрікті сонда жаз қала. Көркем жазумен осы 4 қатар өлеңді жазып аламыз. Содан кейін біз ол өлеңнің ішіндегі мен табатын боламыз, үстеуді табамыз. Дәптерге жатып алмаймыз, дәптерді көзге қойып, кеудесін әдемілеп. Біздің сабақта қазақ тілі сабағында мақсатымыздың бірі көркем және қатесіз жазу. Мезгіл үстеуі қашан деген сұраққа жауап береді. Мекен үстеуі қайда, ал енді сын қимыл үстеуі қалай деген сұрақтарға жауап береді екен. Қыста дегені, Русланның мезгіл дегені дұрыс па? Дұрыс, жарайсыз. Өзіңе баға қоя беруіңе болады. Жаздай, сұрам. Жақсы. Жақсы. Өте жақсы. Міне біз сәйкестендіре алдық. Астана қаласындағы ғимараттар. Қаншады ойын-сауық алаңы. Иә? Сендер бұл қанша түрі ойын-сауық алаңына барғансыңдар ма? Иә, мен бардым. Барғансыңдар ма? Білесіңдер ма? Жарайсыңдар. Өте жақсы. Кәне, үшінші қатар, үшінші топ. Орындарға отырған. Ол сендер қандай ғимаратта орындар? Бәйтерек. Бәйтерекке барғансыңдар ма? Бәйтерек қандай құсқа қарап құрылған? Қалай? Бәйтерекке міндіңдер ма? Иә. Қандай арман айтысыңдар? Сабақты 5-ке оқиық, 6 медальмен бітірейік деп армандарын айтма, армандарын орындалсын, жарайсыңдар. Жақсы, өздеріңді бағалауға қойсаңдар болады. Ал екінші. Жарай, ештеңе етпей. Сендерде қандай ғимаратты? Экспоға бардыңдар ма? Бардым, иә? Ол нешінші жыл болғасына өте жақсы. Ол көрме болашақ қаласы біздің ортақ тақырыбымызға байланысты екен. Жарайсында өте жақсы. Кімдер бағалау парағы болмаса, бағалау парақты алып, өздеріңе бірінші топқа толып балдан қоюға, екінші топ 8 балдан, үшінші топ 8 бал. Түсінікті ғой, иә? Біз бұл жерге барғанбыз. Астана арман қала, болашақ қаласы, иә? Өте жақсы. Келесі. Міне, көрдік па? Бұл біздің елордамыз, Астананың әдемі бейнелі ғимараттары. Не үшін болашақ қаласы деп аталды? Себебі біздің Астана жылдан әрі көркем болып неғылды құрылды. Өте жақсы. Астана болғандықта осындай ғимараттар болды. Жақсы. Енді сабақты қорытындылау. Енді біз қазір сол қорытындылау бойынша бүгінгі сабақ мақсатына жете алды ма, жоқ па көреміз.
жауап береді? Мекен үстеуі қандай сұраққа жауап береді? Мекен. Кішкене biraz өзі ойлансын, иә? Қайда деген сұраққа жауап береді? Дұрыс па? Дұрыс, жақсы. Келесі мұқият қараймыз. Келесі сұраққа қатысты oldu. Әли жауап берсінші. Кел, Әли, орнына тұра ғой. Толық жауап беруді үйренейік. Мезгіл үстеуі. Қашан деген сұраққа жауап береді. Жақсы. Келесі сұраққа Меруерт жауап берсін. Асықпай. Келесі. Наиля айтады. Наиля орнына тұра ғой. Наиля айтады. Келесі сұрақтың жауабы. Асырмайды ол. Мен тауға суғарға Шықтым. Енді маған сол жерде мекен үстеуі жоқ. жоғарға Жоғарғы сұрақ қалай болады? Сұрақ. Кім көмектесе алады? Сұрақ. Қайда? Сырым сен. Сен тауға шықтың, иә? Жақсы. Мен таңертең мектепке барамын. Мекен үстеуі. Мектепке жарайсың, бірақ сұрағын айтшы. қайда Барамын. Мен таңертең қайда барамын? Мен таңертең мектепке барамын. Жақсы, келесі. Келесі сұраққа Медина жауап берсін. Жақсы. Мединаны тыңдаймыз. Тұра ғой, Медина. Медина. Мединаға сұрақ қолаяғын қолында. Мезгіл үстеуге мысалдар келтір дейді. Ол үйге берген тапсырма еді. Мезгіл үстеуіміз өткен сабақта өткен. Мезгіл. Кішкене қаттырақ айт, Медина. Жақсы. Біз жаз мезгілінде дем аламыз дейді. Енді өзіңнің айтқан мысалыңа Медина айткен маған мезгіл үстеу қай жерде? Біз жазда дем аламыз. Сабақ оқымаймыз, дем аламыз. Қашан дем аламыз? Жаз мезгілінде, ең жақсы, керемет, қызық мезгіл. Жақсы, жарайсың, келесі. Елдар. Мезгіл үстеуі қашан деген сұраққа жауап береді. Дұрыс айтты ма? Жақсы. Енді кітапты ашамыз. Келесі жаттығу біздің мақсатымызға жету үшін сол жаттығуды орындауымыз керек екен. Ол кітаптарыңды ашып, барлығымызда кітап ашып қойып, 110-шы беттегі 15-ші жаттығу. Шартын оқиды Мерей. Кішкене қандырақ. Біздің бүгінгі сабақтың мақсаты қателерді тауып, түзетіп, жазуымыз керек еді. Жақсы, Мирас, бірінші сөйлемді оқимын дейді. Бұл түрде қалем қатесіз кітап оқытам. Кітап деген сөзде қай жерінде қате бар екен? Орнынан тұрып, әдемі
Birinchi söylemde katisi kitapta ana bu Kitap sözünde P harfinin ornuna B harfi yazıldı diye sol cevap verildi. Sınav kitaplarına yazıldı. Kitap B diye yazılan yerin ornu ilgilerde P harfini koyulmuş gerek değil. Sırakka doğru katisiz cevap verilmiş gerek değil. Kazanmış 15. cevap. Bizden bulunduğu sabahta maksatına bayılması bir cevap. Ербол төрде қанмен қатерсіз кітап оқып отыр. Медина неге жатыр? Екінші сөйлемді маған оқиды. Мерей оқиды. Мерей. Sol söylemde кезек дегенде К әрпі жазылады екен. Естіңдер ғой, кезек дегенде Г емес, К әрпі жазылады екен. Екінші сөйлемді қатесіз жазуларға болады. Кезек. Üçüncü söylemde Найля оқиды. Бұл сөйлемде қай жерде ағылшынша сөзінде қай жерде қате бар? Соңғысынша Ағылшынша сөзін турлап жазамыз. Ағылшынша. Көркем жазумен жазамыз. Ағылшынша. Біз үш сөйлемде де берілген қателерді таба алдық па? Егер біз сол қателерді таба алсақ, сабақ мақсатына жеттік деген сөз. Біз сөйлемдегі қателерді табуымыз керек еді. Біз үш сөйлемде берілген қателерді толық таба алдық. Аяқтадық қой, жақсы, жарайсыңдар, өте жақсы. Біз мақсатқа жету үшін бір қадам алға жүрдік. Жаттығуды барлығы жас болған болса, сабақты қорытындылау. Бірінші сұрақ үстеу дегеніміз не? Көресіз, жауап берейін. Үстеу дегеніміз іс әрекетін мекенін мезгілін іс сын қимылын білдіреді. Өте жақсы, өзіне баға. Үстеу дегеніміз барлығымыз білеміз ғой, үстеу. Келесі, үстеу нешеге бөлінеді. Мен Жансай адам тыңдағым келіп тұр. Жансай тұра ғой орнына. Үстеу нешеге бөлінеді. Жансай орнымыздан тұрып, партадан шығып кішкене. Үстеу нешеге бөлінеді. Медина көмектеседі. Медина, үстеу нешеге бөлінеді? Үшке бөлінеді. Былай толғай. Үстеу үшке бөлінеді. Жақсы. Келесі сұраққа жарайды, Руслан жауап бере қойсын. Медина өздерінің бағы қойды. Мезгіл